Баршаңызға сәлем. Айзада шебер курсына қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге мынандай рубашканы қалай пішуін көрсетемін. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, мен сіздерге жиі көрініп тұрамын. Комментарияға жазыңыздар, келесі түсірілімде қандай киімнің пішілімін көргілеріңіз келеді. Инстаграмға да тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне біз мынандай рубашканы пішу үшін алдынан 4 сантиметр ұзыннан сызып қалдырамыз. Біздің кофтамыздың ұзындығы 60 сантиметр. Мер 8 сантиметр, мерге ошыны жазып, ошымыз 17-ні бөліп саламыз. Мына жерден шипы 4 сантиметр түсіледі төмен қарай. Енді сызып аламыз. Бұл иығы, ширина плеч. Мынаны қосамыз. Мінекей мойыны, иығы. Мына жерде түйме қадалынатын жер 4 сантиметр. 18 сантиметр алып, сызып алып, бұл жерде окружность груди. Оғы дегеніміз біздің 46. 46-ға 3 қосамыз, көкірегіміз бар. Мінекей, сөйтіп оны 2 бүктеп бейті сала саламыз. Енді екеуінің арасы 18, ортасын бөлеміз. Бұл жерді шығысы деп атайды. Шығысына да мінекей 2 бөліп сала саламыз. 36-ны 2-ге бөліп. Енді осы точкаларды бір-біріне қосып, мынаяқта 90 градус, мерден 3 сантиметр қойып, енді арасын қосамыз. Мінекей кеуде жағы шықты. Жайып, простой ғып салуға болады. 42 сантиметр, оған 1 сантиметр қосамыз. Бұл дыбысы талеті тауып алдық. Отымыз 39. 39-ды 2 бүктеп салып, плюс выточкаға 3 қосамыз да, енді көкіректің точкасына қоса саламыз. Мына жер 18 сантиметр барлық адамға бірдей. Не жерге обығаны 2 бөліп сала саламыз. 51-ді 4-тен бұлай қарай есептеп отырамыз. Енді мына жерден 2 сантиметр артық аламыз, свободный болу үшін. Енді бұлай осы сызықпен біз қырқып аламыз. Мінекей, енді қарап тұрсаңыз, выточкасын аламыз. Выточканың арақашықтығы 10, ұзындығы юбка жағыныңкі 10 болатын. Бұл YouTube каналында толығымен көрсетілген. Сіздер сияқтан көріп, үйреніп алыңыздар. Мінекей, енді боковой выточкасын қиғаштау қылып аламыз. Қолтыққа жақын жібермеу керек. Біз 2 сантиметрден үстіп қосып выточкасы салынды. Мінекей, 10-10-нан. Ұзындығы да 10. Енді бізге мынау осылай сызып алдық. Қазір мен қайта түсіндіргім кеп тұр. Осы қолтықтың арасы 18 сантиметр формула кез келген адамға болады. Қолдана бересіздер. Әр түрлі размерге осы формуланы қолданып отырасыздар. 9-9-дан бөліп. Мінекей, кофтаның алдыңғы бөлігін пішіп үйрендік. Келесі түсірілімде арқасымен жағасын қалай пішуін көрсетемін. Жіберіп алмаңыздар. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, мен сіздерге жиі көрініп тұрамын.